Сәлем достар, біз сіздермен өте нәзік, өте дәмді творожный пирогты дайындайтын боламыз. Ең бірінші керек заттарымызды дайындап алайық. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май, қант, қопсытқыш, қаймақ, творог, 2 жұмыртқа және ұн. Бөлме температурасындағы сары майға ұнды електен өткізе отырып қосамыз, және де оның үстіне қопсытқышымызды қосамыз. Сосын кейін барлығын қолымыздың көмегімен біріккенше жақсылап тұрып араластырамыз. Міне осындай болып шығу керек. Жеке ыдысқа қаймақты, жұмыртқаны, қантты қосып, әппақ болып көпіргенше жақсылап араластырамыз. Енді осы екеуін бірге қосып, басында қасықпен араластырып аламыз да, кейін қолымыздың көмегімен жақсылап біріктіріп шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, өте нәзік. Міне осындай песочный тесто бізде дайын болды. Және дайын болған тестаны осындай пакетке саламыз да, холодильникқа 30 минутқа салып қоямыз. Творогымызға қантты қосамыз да араластырамыз. Бұл бізде начинка. Бір келкі болғанша екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңағы қамырымызды 2 теңде 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін осылай формамызға жақсылап бір тегіс етіп жайып шығамыз. Неғұрлым жұқа болса жайылған қамырларыңыз астында, соғұрлым пирог өте дәмді шығады. Үстіне осылай начинкамызды саламыз. Оның үстін тегістейміз бір келкі болғанша. Қамырдың екінші бөлігін осылай бірінші астына ұн сеуіп алып, жабыспау үшін сосын жайып, енді пирогымыздың бетін әрлеуге кірісеміз. Роликтің көмегімен әдемілеп осындай узорлар жасап аламыз. Қалауларыңыз бойынша сіздер басқаша түрде әрлеулеріңізге болады. Осылай бәрін әдемілеп қойып шығамыз. Оның бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Духовкаға жібереміз пирогты. 20-25 минут 180 градус. Міне пирогымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер.